сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналда математика 1-ші сыныптан 4-ші сабағын өтеміз. 2 саны және цифры. Менің каналыма тіркеліп, лайк, подписка кнопкаларын басып қойыңдар, сонда сіздерге жаңа сабақ көрінеді. Енді 2 саны және цифрымен танысамыз бүгін, иә? Суретке қара, қай заттар 2-2-ден. Бізде мысалға мұғалім 2 сан жазып қойған, 1 және 1, 2 бірдің қосындысы 2 болады, бір алма, мысалға бір алма сенде бар, екінші алманы досың алып келді, сонда сенде 2 алма болды деген сөз, суретке қарасақ. Бұл жерде 2-2-ден 2 гүл, 2 қыз, 2 ұл, 2 дәптер, 2 алма, 2 сызғыш, 2 парта тұр, Осылай қарасаңдар, өздерің көресіңдер. Ал қалған заттар 2-2-ден емес, 3, 4, яғни әртүрлі сандар, Бір қарындаш ал, тағы біреуін қос дейді. Неше болды? Мысалға, бір қарандашты қоссаң, 2 болды, бірінші суретте. Ал екінші суретте не көрсетілген? Мысалға, бір қарандаш тұр, екінші қарандашты сыз тастаған. Яғни сенде 2 қарандаш болса, бір қарандашты досыңа бердің, сенде сонда бір қарандаш қалады, қолыңда. Екінші есеп, суретте 2-2-ден берілген заттар бар ма? Бұл жерде 2-2-ден кітап, бояу, қалам тұр, Ал қалған суреттегі заттар 2-ден болу үшін не істеу керек? Мысалға, бір қарандаш бар. Бұл 2 болу үшін оған тағы бір қарындаш қосса 2 қарындаш болады. Келесі, бір дәптер тұр. Оған тағы бір дәптер қосса, бұл жерде 2 дәптер болады, Яғни, осылайнан шығарасыңдар. Ары қарай үшінші есеп. Суреттегі заттарды жұптастыр. Суретте бояғыш, бояйтын кисточка деп айтады, Келесі бояу тұр, акварель деп айтады, Оны орысша мысалға. Екеуі мысалға сәйкес келеді. Мысалы, суретті саласың, онымен кисточкамен, яғни бояғыш пен бояйсың. Келесі кілт тұр, яғни кілт не үшін? Яғни құлыпты ашу үшін. Құлып дегеніміз замок, соны ашу үшін. Келесі жаңбыр тұр. Жаңбыр тұрғанда не істейсіңдер, балалар? Әрине, қол шатыр алып шығасыңдар, Яғни жаңбыр жауғанда қол шатырды қолданасыңдар. Келесі бізде ағаш, тал тұр, Талдан оған байланысты не соңғысы? Жапырақ, яғни ағаштан жапырақ екеуі бірге байланысты, Ағаштан жапырақ өседі, талдарынан. Мінеки балалар, суреттегі заттарды жұптастырып түсіндірдік. Енді балалар, осымен сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріне рахмет. Сабақ ұнаса лайк басып, подписаться кнопкасын басып қойыңдар. Сол кезде сендер тіркеліп, менің жаңа сабағымды көріп отырасыңдар. Бұл 2023 жылғы жаңа кітап.